Жетіләқті білеміз, үйшікті білеміз, Қағыз бен мысықты білеміз, бауырсақ, ертегісін білеміз. Балалар, мінекей, жетіләқ ертегісі, мінекей, көріп тұрсыздар ғой, Үйшік ертегісі. Үйшік ертегісі. Балалар, білесіздер ме? Біздер жетіләқ ертегісін, үйшік ертегісін, мақтағыз ертегісін, қызыл теппек ертегісін бәрін білеміз, Біздер соның ішінде бауырсақ ертегісіне тоқталып кетейік, балалар? Бауырсақ ертегісіне. Балалар, бауырсақ ертегісінде қалай басталғанын айтайық, Аяқ заманда бір ата мен әже орманда өмір сүрген екен, Бір күні ата бауырсақ жегісі келеді, солай ма, балалар? Сол кезде ата кемпіріне не қылды? Кемпірім, мен бауырсақ жегім келіп тұр. Бауырсақ пісіріп беріңізші деген, Сол кезде кемпір не қылды? Ұн жоқ, қарап көрейін деп айтады екен. Содан кейін сәлден соң сәл ғана ұнды тауып, атамызға әжеміз бауырсағын пісіріп береді, Сол кезде бауырсақты суысын деп терезенің алдына қояды, Сол кезде бауырсақ домалап орманға қашып кетеді екен. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, осы бауырсақ ертегісін көрінісін қойып жібереміз бе? Жарайды. Ендеше бауырсағымыз келе қойсын. Ата мен әжеміз қайда? Келіңдер. Ата мен әже қайда? Келе қой. Бауырсақ ертегісінде? Ата, кемпіріне бауырсақ пісіріп беруді өтінді, Ата, әже бауырсақты пісіріп терезенің алдына қойды, Бауырсақ домалап, қайда кетіп бара жатыр? Орманға? Кетіп бара жатыр, Кетті, бірге айтамыз. Атадан да қашты, әжеден де қашты. Қоян қайда бізде? Қоян? Қоянға кездесіп қалдық біздер, Қоян айта ғой. Ән айтып берші. Атадан да қаштым. Атадан қаштым, әжеден қаштым. Енді мен сенен де қашамын деп домалап жөнелеміз, Жөнелеміз, қашып кетіріп, орманда біздер кімге кездесеміз? Қасқырға кездесеміз, Қасқыр не дейді? Қасқыр айта ғой сен, Қайдан кетсің? Деп. Атадан да қаштым. Әжеден де қаштым. Қояннан да қаштым, Сөйтіп домалап біздер қашып, бауырсақ деген домалап, орманда аралап, жүгіріп, осылай келе жатып, аюға кездесеміз, Аю қайда? Атадан да қаштым. Енді мен сенен қашамын деп домалай жөнеліп, қашып
Сен айта ал, менің құлағым естімей тұр деп. Менің құлағым естімей тұр. Иә, қайтадан айт. Атадан да қаштым. Атадан да қаштым. Әжемнен де қаштым. Аямнан да қаштым. Аюдан да қаштым. Аюдан да қаштым. Балалар сөйтіп жүрді. Ұстап бауырсақ. Түлкі, бауырсақты не істеді? Жеп қойды, иә? Жеп қойды бауырсақты. Балалар, түлкі өте қу екен, иә? Иә, балалар, өте жарайсыңдар. Орындарыңызға отыра қойыңдар. Қолдарыңызды шапалақтай. Енді, балалар, біздер шаршап қалған болармыз, иә? Енді орнымыздан тұрып, сергіту сәтін жасап жібере алайық. Иә, орнымыздан тұра қояйық бәріміз. Ой, бәрекелді жарайсыңдар балалар. Шешімін шешіп көрейік, иә? Қашып кеткен атадан. Қашып кеткен әжеден. Орманда жүр едім. Домалап шықтым алдымнан. Бұл не? Өте жарайсыңдар. Енді біз сіздерге тағы да бір нәрсе айтып, жұмбақ айтайық, иә, балалар? Өте күшті жұмбақ, иә? Мұқият тыңдаймыз. Көріктіме? Дұрыстап тыңдаймыз. Ұзын құлақ. Денесі сұр, құйрығы қысқа, өзі қорқақ. Балалар, ол не екен? Көтереміз? Дұрыс айтасың, қоян. Дұрыс айтасың, балалар, қоян. Түсі сұры, жабайы жануар, өзі жыртқыш, тісі ақсиған. Қаспай ойланамыз. Иә, айта көрпем.
біздің алдымызда бауырсақ ертегісінің ішіндегі кейіпкерімізді боянды бауырсақпен бірге не істейміз? Бояймыз. Ал соны бояп шығара қоямыз. Ал баба тезек кірісіп боя қояйық. Иә. Мына бояннан бастап бауырсақты бәрін бояймыз. Бауырсақты бояуды. Бауырсақты бояуды. Тездетіп бауырсақты боя қояйық. Апай бауырсақ қайсыды? Міне, апай бауырсақ қайсыды? Міне бауырсақ түлкі-түлкі. Иә, мінекей бауырсақты боя қояйық. Апай, мама бауырсақ. Бауырсақ, мінекей бауырсақты боя қоямыз. Түлкі-түлкі.